Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Қазақстан ұлттық арнасында сыр сұхбат бағдарламасы. Қазір біз кезекті кейіпкерімізді ортаға шақырып, оны жұртшылыққа мүлдем өзге қырынан таныстыратын боламыз. Ал балалар, көңіл-күйлерің қалай? Кейіпкерімізді қарсы алуға дайынбыз ғой? Естімей тұрмын. Ендеше тыңдаңдар. Қазір ортаға шығар кейіпкеріміз белгілі өнертанушы. Қазақтың талай баласын күй өнеріне баулыған, қазақтың қара домбырасының құлағында ойнайтын өнер иесі, мәдениет зерттеушісі. Кім деп ойлайсыңдар? Бәрекелді балалар, бірден таптыңдар. Ендеше ду қошеметпен Абдулхамид Райымбергенов ағамызды ортаға шақырайық. Саламатсыздар ма балалар? Көңіл-күйіңіз қалай аға? Өте жақсы. Бүгінгі хабарға дайынсыз ғой? Дайынбыз. Хабарды бастамас бұрын өзіңіз туралы дайындаған шағын анықтамадан бастасақ. Оны тамашалау үшін экранға назар аударайық. Абдулхамид Райымбергенов 1957 жылы 14 наурызда дүниеге келген. Туған жері Ақтөбе қаласы. 1972 жылы қаладағы номер 6 орта мектепті тәмамдап, кейін Ақтөбедегі музыкалық училищеде білім алды. 1976-1980 жылдары Құрманғазы атындағы ұлттық консерваторияда дәріс алып, кейіннен аспирантураны бітірді. Аталған білім ордасында көп жылдар бойы ұстаздық етті. Қазақстан ұлттық арнасында домбыра үйренейік, 8 ғырлы әлесінде саз толғау бағдарламаларының жүргізушісі болды. Қазір Көкіл музыкалық мектебінің директоры. Отбасы үйленген, бір ұл бір қыз тәрбиелеуде. Алаға, өзіңіз туралы шағын анықтаманы көрдік, бірақ балалар сізбен кеңірек танысқысы келіп отыр. Айттық қой, сізді қазір тергеудің астына алатын боламыз. Бұның барлығы сіздің жұрт танымайтын өзге қырыңызды қалың жұртшылыққа көрсету үшін, әрине. Сол үшін сіз қазір балалардың барлық сұрақтарына жауап берем. Тапсырмаларының барлығын орындаймын деп бізге уәде беруіңіз керек. Уәде берем. Бәрекелді балалар, қошеметтеп қояйық. Ендеше балаларымыз тағатсыздана күтіп отырған шығар, бірінші кезекті сұраққа берейік. Сіз домбырадан басқа немен айналысасыз және демалысыңызды қалай өткізесіз? Енді демалыс дейтін, демалыстың өзін айту қиын. Адам дейтін сүйікті өзінің бір ісімен айналысқан кезінде демалады. Мен бос уақытымда аздап ескі үнтаспаларды тыңдаймын, архивте жатқан. Соларды нотаға түсірем, содан рахаттанам. Сосын балдарды домбыраға үйреткенді жақсы көрем. Кітап оқиым, сөйтіп отырғанда уақыттың қалай өткенін байқамай қалам. Бір сөзбен айтқанда, мен жұмысымда демалам дейсіз. Әрине. Бәрекелді аға, қошеметтеп қояйық. Сіз өзіңізге сырттай қандай мінездеме бере аласыз? Жұмсақпын деп ойлайсыз ба, әлде қаталмын деп ойлайсыз ба? Енді өнер адамы қатал болуы мүмкін емес. Өткені, енді кей кезде қаталдық болады, бірақ өнер адамы негізінде нәзік болады ғой. Бәрекелді, көп рахмет. Атақты күйші марқұм Қаршы Ахмедияров стадион алаңында мыңдаған домбырашылар жинап алып, бір күйді орындап рекорд жасауды армандап кетіп еді. Осындай ой сізде жоқ па? Енді менің арманым мың бала емес, бүкіл Қазақстанның балдары домбыра ойнап кетсе екен деген арманым бар. Қазір Құдайға шүкір, осы менің әдістемем бойынша республикада 70-ке жақын мектеп ашылып, сонда 12 мың бала домбыра орындап келе жатыр. Алаға, кешіресіз, өзіңіздің домбыра күй өнеріне баулудың өзіңіздің жеке әдістемеңіз бар екендігін естідік. Сонда ол әдістеменің ерекшелігі неде? Бұл әдістеменің ерекшелігі бірінші сыныптан келген балаға бірден бойына осы ұлттық өнерді ұялатамыз. Мысалы, аңыз күйлерден бастаймыз. Жайлап-жайлап Құрманғазының күйлері, Ақан серінің, Біржанның, сөйтіп жаймендеп, ең аяғында айтыс өнеріне, жыраулық дәстүрге тәрбиелеп, сосын түрік шығыс мәдениетін балдарға таныстырып, Европа музыкасымен, яғни осы мектеп қабырғасын бітірген бала қолына домбырасын алып, бір 10 шақты күй, 10 шақты ән тарта білсе қалай болар еді? Керемет, нұр үстіне нұр. Бұл біріншіден, мынау мен айтар едім, саналы тыңдаушыны тәрбиелер едік. Яғни қазақта неге мынау біздің күй ән дәстүріміз өте жоғары дәрежеге көтерілген? Өйткені орындаушыдан тыңдаушысы мықты болды. Міне сондықтан
менің арманым сол, тыңдаушысы орындаушыдан мықты болса екен деген. Бәрекелді аға, солай болсын деп тілейік. Сіз ұлттық аспаптарды бес саусағыңыздай білесіз. Біз сізге әлем аспаптарын үнін ұсынсақ, сіз оның қандай аспап екенін және қай елдік екенін айтып бере аласыз ба? Көрейік. Бәрекелді. Қошемет деп қояйық. Бұл қайсысы? Бұл мынау талай адамның бойын балықтатын үндінің цитар деген аспабы. Бәрекелді, дәл таптыңыз аға. Ой шіркін, мына біздің өзбек ағайындарымыздың дойрасы ғой. Тағы да дәл таптыңыз аға. Қошемет деп қояйық балалар. Енді мынау Әзербайжан, түрік халықтарында жақсы, мына домбыраға тектес өзі бір қос шектен келетін, біреуі бағлама дейді, біреуі саз деп атайды. Бәрекелді, дұрыс таптыңыз. Бұл ут деген аспап. Бәрекелді аға. Бұл араб халықтарына кеңінен тараған аспап. Енді мен мынандай музыкалық аспапты естіген жоқпын. Бірақ анау патефон дейді ме, проигрыватель соның мынау инесін өйстіп қыжылдатып отырғанға ұқсайды. Дәл таптыңыз аға. Бұл қазіргі балалардың тыңдайтыны. Мынау енді гид жаққа ұқсап тұр. Бәрекелді. Енді қазақтар мес қобыз дейді бұны. Өйткені мына үлкен месті алып, түтікшелер шығарып, орыстар волынка дейді. Мына бүкіл әлемдерде кеңінен тарап кеткен аспаптың біреуі. Қошемет деп қояйық балалар. Дәл таптыңыз аға. Бірінші тапсырмадан сүрінбей өттіңіз. Ал кезек сұрақта. Кішкентай кезіңізде қандай оқушы болдыңыз? Кішкентай кезімде ме? Иә. Кішкентай кезімде әртүрлі оқушы болдым. Бірақ жалпы кілең 5-ке оқыдым деп айта алмаймын. Әртүрлі кезеңдер болды. Бірақ үлкенді тыңдап, ән күйді тыңдап, әйтеуір сабақты дұрыс оқуға тырыстық. Бірақ кейде болады, кейде болмай қалатын сәттерде болады. Қай пән қиын түсті? Ең қиын түскен қай пән? Ең қиын түскен пән дейсіздер ме, сол математика мен химия жағы дейміз. Бала кезден сүйіп оқитын ақын жазушыңызды айтсаңыз. Бала кезден? Бала кезден. Ол мынау сүйіп тыңдайтын ақын жазушылар деген ол жас өскен сайын өзгеріп тұрады. Мысалға мен өтірік айтар едім, мен бала кезімнен Абайды жақсы көрдім деп. Абайды мен енді түсініп келе жатырмын. Жасыратын несі бар. Бала кезде Абайды оқып жаттап аласың, бірақ аса түсіну қиын. Абайды жас келе түсінесің. Әрине, мысалға Әбіш Кекілбаев, Төлен Әбдіков деген сияқты, Мұхтар Мағауин сияқты міне жазушыларды оқығанды өте жақсы көремін. Келесі сұрақ. Осы сіз қазір кезде өте танымал тұлғасыз, музыкантсыз, профессорсыз. Осының бәріне жету тәжірибеңізді айтып берсеңіз. Енді адамның өмірі дейтін ол мынау асфальт жол сияқты емес қой, мына шетелдегідей. Біздер мынау Ақтөбе жаққа кетіп бара жатырған кезінде Аралды асқаннан кейін бір Ырғыз деген тұс бар. О жердің жолы дейтін бар ғой, енді адам өлетін жолдар. Енді қазір жөнделіп келе жатыр. Міне өмір дегенде солай. Біресе тас жолмен жақсы келе жатасың, біресе ойға түсіп, кейде шыға алмай қиналып шығасың. Өмір деген осылай болады. Егер өмірдің барлығы да теп-тегіс болатын болса, онда ол қызықсыз болар еді. Өйткені өмірдің өзі адам шыңдалады. Күресесің, ізденесің, қиналасың. Сол қиындықты жеңгенде адамның қандай бір рахат сезімге бөленеді. Сондықтан да ойламаңыздар, өмірдің бәрі кәдімгі керемет, ой, бір рахат бір некен деп. Өмірдің әрине тек қана талмай өздеріңізге мақсат қойып, сол мақсатқа үнемі жылжып отыру керек. Көп рахмет аға. Ал енді жүректегі мұңды, өзектегі өксікті қалай шығарасыз? Домбырамен.
күймен. Қиналған сәтте бірінші серігім домбыра дейсіз. Әрине, әрине. Енді Бәрекелді. кімге айтасың барып? Қазақ пен неміс стратегиялық серіктес. Президент Германияға ресми сапармен барды. Қазақстанда қанша адам жұмыссыз жүр? Жұмыспен қамту бағдарламасының береріне. 2016 жылға дейін 5%-дан жұмыссыздықты асырмау туралы талап қойып отыр. Мемлекет қымыз бен шұбат өндірісіне субсидия бөлді. Ұлттық сусынды ұлықтау үшін не істеу керек? Бүгінгі студиямыздың қонақтары айрықша құрметке лайық жандар. Ол ұстаздар қауымы. Құрметті көрермен, ұлттық арна бастайды, сөз мергенді. Аға кезек тапсырмаға да келіп жетті. Хабардың барысында айтып кеткен болатынбыз, тапсырмаларымыз көп деп. Мына шынның ішіне балалар хабар басталмас бұрын өз тапсырмаларын жазып салып қойған еді. Қазір ішінен біреуін таңдап, дауыстап оқып, орындап беруіңіз керек. Мақұл. Ал. Аквариумнан балық аулағандай болдық қой. Баларын түсіріп тастайық та алып қарайық ал. Ал, не деп жазыпты аға? Домбырамен шеберлік класын көрсетіп берсеңіз дейді. Және бір балаға үйрету керек дейді. Бәрекелді, қошеметтеп қояйық балалар. Бұған қалай қарайсыз? Мақұл. Ең бірінші тапсырма бір күй орындап берсеңіз. Мынау терең күйлерден кәдімгі орындамай-ақ қояйын. Өйткені мынау сіздер жассыздар, балдарсыңдар. Енді мысалға Абайды мен енді түсініп келе жатқан сияқты Құрманғазы Дәулеткерейді жас келе түсіне жатарсыңдар. Сендер сияқты балдарға арнап шығарған бір күйім бар еді. Оны шығарайын деп шығарған жоқпын. Мынау Парижде концертте болған кезінде қырғыздың Нұрақ Абдырахманұлы деген қомышшысымен кездесіп қалдық. Сөйтіп сол жерде жігіттердің барлығы тартыссаңызшы деп екеумізді тартыстырып қойды. Ол қомызымен, мен домбырамен. Сол кезде Нұрақ ағамыз Қаразгөй деген күйін тартты. Мен айтқам, ой, қазақта бұндай күйлер баяғыдан бар ғой деп. Сөйтсем Нұрақ аға, мен естіген жоқпын ондай күйлер деді. Естімесеңіз мен сізге тартып берейін дедім де, сол бойда шығарып бір күйді орындап берген. Ал енді тыңдап көрейік. Сол кезде Нұрақ ағамыздың айтатыны ғой күліп, әй, әбеке сен осы күйді басқа жерде тартпай-ақ қойшы деп. Неге десем, ойбай мынау күйден кейін қырғыздар нансыз қалады ғой деп шексіз қатып күлген болатын. Сол күйді тартып берейін, секіртпе деп қазір балдар үйреніп орындап жүр. Hop деп алып.
деген екен. Бәрекелді. Ал енді екінші тапсырма, иә? Екінші тапсырма домбыра үйретеміз. Иә. Домбыра үйреткен кезінде біздер соңғы кезде мен осы көптен бері осы балдарға домбыра үйретіп, нотасыз домбыра үйрету әдістемесін жасап жүрмін. Сол кездегі ең бірінші тапсырмамыз, мына көрдіңіздер ме, нүктелері тұр ма? Неше нүкте санаңыздаршы? 7 нүкте, иә? Соның 4-ші нүктесіне бас бармақты қоямыз, 5-ші нүктесіне шынашақты қоямыз да, сөйтемізді бүкіл мына саусақтарымызды қатарынан қойып шығамыз. Неше саусақты бастым мен? 5 саусақты бастым. Сөйтемізді мына қолымызды, не болды мынау? Неге ұқсайды? Дұрыс, пистолет сияқты ма? Сол пистолетпен мынаумен төмен, мынаумен жоғары ойнаймыз. Түсінікті ме? Саған бірінші тапсырма. Я? 2 рет төмен, 2 рет жоғары ойнайсың. Келістік пе? Ал ғане. Ал, отырып ал, сен отыр енді, ал. Ал. Сен домбыр тартатын баласы ғой, тіптен. Мәншілі келтіріп тартып отыр ғой, тіптен. Ендеше өнеріңді көрсетіп жіберсеңіз. Ей. Ей. Үйде, бәрекелді. Қошемет жап қояйық Үлкен олар. азамат бол. Өркенің өссін. Бауырымыз жаңа Қазанғаптың Кәрақ желеңін орындады ғой. Осы күйді ең алғашқы нотаға түсіріп, осы халыққа таратқан осы мен едім. Осы Өтеген Спант деген бір ағаларыңыз бар, ғалым. Бір күні кездесіп қалып, мен айттым, осы Қазанғаптың күйлерін баяғыда сіз жинадыңыз ғой. Сол қайда деп. Айтты, ойбай, гаражда жатыр деді. Ой, гаражда жатқан несі? Ой, білмеймін, баяғыдан жатқан. Ойбай, кеттік деп екеуміз гаражға барып, үстім көк ала, шаң болды, май болдым. Анау ескі үнтаспаларын тауып, сосын келіп тыңдап, оны қайтадан жаңғыртып, тыңдап отырсам жаңағы күйді естіп қалдым. Сөйтсем, вокзалда пойызға мінейін деп бара жатырған бір шал орындаған екен. Мен айтам, аға, ана Өмірзақ Ақсақалдың соңына неге бірге еріп кетпедіңіз, мынандай күй тартып отырған деп. Сөйтіп осы күй бірінші жарыққа шыққан болатын еді. Енді шеберлік класс болды ғой деп ойлаймын. Тек домбыра үйретеміз, бір күйді үйретіп тастадым ау деймін, а? Бәрекелді аға. Әрине болды. Екінші тапсырмадан да сүрінбей өттіңіз. Алда тағы да бір тапсырма сізді күтіп тұр. Енді кезекті сұрақтарға берейік. Сіз қаншалықты жомартсыз, қолыңыз ашық па? Қолым ба? Енді мынау жомарттың қолын жоқтық байлайды дейді ғой қазақ. Негізінде өнер адамы кімнің мұхиттың айтатыны бар ғой, мұхитта мал дегенде жалғыз сиыр болады, баспағымен екеуі биыл деп. Сол сияқты қалтаға 100-ді алып 1000 берсем де, 1000-ды алып 100 берсем де, қалтамның түбі тесік байымаймын дейді. Өнер адамы деген солай болады. Қолы ашық болмаса өнер адамы болмайды. Сіз музыкантсыз. Ал енді қазіргі замандағы шетелдің әуендерін тыңдайсыз ба? Шетелдің әуендерін неге тыңдамаймын? Тыңдаймын. Оның тек қана өте кәсіби жағынан деңгейінде өте жоғары, сапалы, мынау күнделікті бір күндік кәдімгі даңғыр-дұңғыр емес, оның да кәдімгі екшеп-ешеп тыңдайтын дүниелері көп. Ол жақтың барлығын жоққа шығаруға болмайды. Әрине тыңдаймын. Үнемі қадағалап отырамын. Джаздан болсын, R&B болсын, қандай болса да ішінен тыңдап өзімнің таңдап тыңдайтын орындаушыларым бар. Бәрекелді. Ал сүйіктілеріңіз қайсысы шетелдіктерден? Шакира сияқты. Кезінде біздер мынау Beatles деген топты көп тыңдадық. Соның несімен тәрбиелендік. Кезінде өзімізде гитаралық қолға гитара орындадық.
Сосын мысалы мынау испан орындаушылардың ішінде көптеген кәдімгі жақсы орындаушылар бар. Мынау қазіргі шығып жүрген ой аттарының бәрін Хулио Иглесиас деген керемет әнші болды мысалға. Соның баласы да қазір әнші болып керемет танылып жүр. Энрикоға деймін аты, дұрыс па? Иә. Енді айта берсе көп қой. Сіздің теңіңізде өнер адамдары бар ма? Бойыңызға қасиет кімнен дарыған? Менің атам Райымберген деген. Бұл Қазанғаптың қасына еріп жүріп күй үйренген адам. Керемет күйші болды. Осы елдегі бүкіл күйшілер үйден келіп, сол шалдың батасын аламыз деп батасын алып отыратын. Әкем Ысқақ деген өмір бойы педагогикалық колледжде сабақ берді. Бұл да елге танымал халық композитор деуге де болады. Көптеген күйлері, әндері бар. Анамызда аздап домбыра шертетін өнері бар, мектепте сабақ берді. Әрине ол нағашыларымда тегін болған жоқ. Сондықтан да міндетті түрде ол өнер жалғасып қонып отырады. Сіздің үйрететін оқушыларыңыздың арасында біз басқа ұлттың адамдарын көріп қаламыз. Оларға домбыра үйренген қиын емес пе? Жалпы музыкалық аспапты үйрету қай ұлттың адамы болса да қиын емес. Тек соны сол елдің музыкасын сезіну қиынырақ. Өйткені қазақ басқаша сезінеді. Ол кәдімгі жан тебіреніп, ішкі толғанысымен сөйтіп сезінеді. Басқа ұлттың адамы бір басқаша бір кәдімгі бір енді тосын ғой, оның қанында жоқ қой. Генетика дейді ме, генде қанында болу керек. Сондықтан музыкалық аспапты тіпті велосипед тебуге аюды да үйретпейді ме циркте? Солай емес пе? Пілдерді де үйретеді. Әрине музыкалық аспапты үйрету қиын емес. Тек қана оны сезіну қиын. Сіз осы домбыраны қандай елдерге таныта алдыңыз? Домбыраны ма? Айта берсе көп болып кетеді ол енді. Парижде, Францияның көптеген қалаларында, Италияда, Испанияда, Японияда, Америкада, Африкада, Индияда, Шри-Ланканың көптеген қалаларында, тек Австралияда болмады ма, қалған елдердің барлығында, мына Швейцария, Норвегия, Голландия, айта берсе көп. Осы Австралияда өнер көрсеткен жоқпын домбырамен, қалған елдердің барлығында осы домбырамен. Қай мемлекет ұнады? Маған ұнағаны қай жағынан? Жалпы ел ретінде ме, әлде тыңдаушы ретінде ме? Ел ретінде де, тыңдаушы ретінде. Ел ретінде маған ұнағаны Жапония мен Австрия. Ал тыңдаушы ретінде, мысалға, қай елге барсаңыз, әсіресе дамыған елге барсаңыздарда, кәдімгі 1 сағатқа концерт бер десе, 1,5 сағат, 2 сағатқа дейін созылып, халық тұрып кәдімгі, біздің қазақта жоқ қошемет сол жақта көрсетіп жатады. Мен соған қайран қалдым. Бұл сонда қалай, неге байланысты деп ойлайсыз? Өйткені оларда мынау тыңдаушылар осы концертке барайықшы деп бармайды. Олар 1 жыл бұрын бағдарлама дейді ме, программаларын жасап қояды, сосын олар өздері қарап отырып, соның тыңдаушылары бар. Яғни олар сол келгенде осы музыкадан өзімізге рухани азық аламыз деп келеді. Жай кіретін адам жоқ. Сондықтан олар тыңдағанда басқаша тыңдайды. Әсіресе біздің қазақ музыкасын айтады, бұның ішінде бір рух бар, бір адамды бір делебесін қоздыратын рух бар деп таң қалады. Осы өзіңнің әкең марқұм Жәнібек ағаймен де біраз шет мемлекеттерде бірге концерт қойдық, бірге ән салып күй тарттық. Ал енді балаларға өзіңіз дайындаған тапсырмаларыңыз бар екен. Соған кезек берсек аға. Мен нені бейнелеп отырмын, соны айтып бересіңдер. Келістік пе? Сонда сіз домбырамен жасырасыз, біз табуымыз керек. Сіздер тауып көріңіздер. Нені бейнеледім екен, а? Көбелек дейді. Бөгелек дейді, дұрыс. Бөгелектің асылы ғой. Бөгелек деген білесіңдер ме, шыбын, кәдімгі ат деген ойпырмай басын шайқап құйрығын нетіп кәдімгі бөгелектен қашып отыратын. Соның зылдағаны. Бәрекелді, қошемет деп қой. Ал екіншісі. Ал енді мынау немене екен? Немене бұл? Дұрыс, аққудың. Бірден тапты ғой балалар. Ал мынау ненің үн екен? Немесе дыбысы дейміз бе?
Дұрыс, құланның шапқаны, өте дұрыс. Көрдіңіздер ме, домбыраның тілімен біздің бабаларымыз бүкіл табиғаттың үнін салып кеткен. Бәрекелді, қошемет деп қояйық. Айындағы қойылар сұрақ әлі де көп, бірақ өкінішке орай эфирлік уақытымыз шектеулі болғандықтан хабарымызды тәмамдауға мәжбүр болып жатырмыз. Сізге соңғы тапсырма. Сіз мыналардың не екенін білесіз бе? Смайликтер ғой мынау. Бәрекелді аға, бірден таптыңыз ғой. Ендеше бұл смайликтердің не үшін қолданатынын да білетін шығарсыз. Әрине. Көңіл күйді білдіреді әрқайсысы. Әрине. Сіз біздің хабардан қандай көңіл күй алдыңыз? Қандай көңіл күйде отырсыз? Соған лайықты біреуін таңдап, өз жүзіңізбен қайталап беруіңіз керек. Әрине. Бәрекелді аға, қошемет деп қояйық. Көп рахмет аға. Енді хабар барысында балалар көп сұрақ қойды. Сол сұрақтардың ішінен үздік болған, ең жақсы сұрақ қойған балаға осы кітапты өз қолтаңбаңызбен берсеңіз. Егер мынау көпшілік осында отырған балдар ренжімейді ғой деп ойлаймын. Егер осы кітаппен бірге менің мынау құс қайтару деген күйтабағым бар. Қазанғаптың 25 күйі жазылған. Осы күйтабағымен осы кітапты Саят деген талантты, дарынды, осы бір үніме берсем қалай болады? Үнім балам деп айтуға болады. Қарсы емессіздер ме? Қарсы емес. Тағы да қошемет деп қояйық Саяттың құрметіне. Әй жарайсың. Саят, өнерің өрге жүзсін дедім. Бәрекелді, одан артық не керек? Айналайын. Тіл мен көзден аман бол. Қазақтың міне керемет өнерін алға тек осы сияқты талантты, талапты балдар ғана алдыға өнер биігіне ғана алып бара берсін дегім келеді. Бәрекелді, көп рахмет. Алаға сұхбатымыздың, әдемі сұхбатымыздың қорытындысы түйіні ретінде жас ұрпаққа тілер тілегіңіз болса? Бізде бүкіл қасиет бойымызда бар. Әдемілік бар ма? Бар, әрине. Талант бар ма? Бар. Тек қана осы қазақта бір қасиет бар, кішкене еріншек. Соны қойсақ, біздер әлемдегі ең мықты ел болар еді. Сондықтан болашақ сіздердің қолдарыңызда, аман болыңыздар. Тек қана осы жастарымыз, мен жастарға сенеміз деп Мағжан айтқандай, мен тек сіздерге сенемін. Көп рахмет аға. Абдулхамид Райымбергенов кім? Қазақтың қазынасы күй өнерін қалың бұқараға кеңінен насихаттап келе жатқан дарын иесі. Делебені қоздырар даланың кейінгі ұрпақтың бойына сіңірген ұлағатты ұстаз. Ұлттық өнерді айдай әлемге танытқан күй мұрагерінің бойындағы қасиеті қос ішектің хас шебері, әйгілі күйші Қазанғаптың өзінен тәлім алған, атасынан дарыған. Қазақтың қара домбырасын қысқа мерзімде және нотасыз үйретудің әдісін ойлап тауып, оны қолданысқа енгізу арқылы көптеген шәкірттерді тәрбиеледі. Табиғатынан қарапайым, ашық, сабырлы, талапшыл. Бабадан қалған ұлы мұраны жастарға жеткізуден жалықпай келе жатқан, жүрегі елім деп, жерім деп соққан Абдулхамид Райымбергенов ағамызбен болған сұхбатымыз осымен тәмамдалды. Баламен балаша сөйлесетін ағамызбен болған сұхбаттан жастар үлкен тәлім-тәрбие алды деген үміттеміз. Бүгінге осы апта айналып келгенше аман сау болыңыздар.